10 мың теңгені банкке салып қойсаң, бір жылда 12 мың теңге болады ары кеткенде. Ал мына 10 мың теңгені жарнамаға салып едің, 70 мың теңге болып қайтып келді. Бизнесте, экономикада 100 деген коэффициент бар. Ең керемет коэффициент ROI деген коэффициент. Return on investment. Рекламаға кеткен ақша ешқашан шығын деп ойламаңыздар. Мен жиһаз фабрикасын алған кезде біраз әбден жасап үйреніп алдым. Әрине алдымен продукт болуға тиіс. Керемет итальян деңгейіндегі жиһаз Италиядан 2 есе арзан. Бірақ кімге барып айта аламын? Әр үйде есігін қағып айта алмаймын ғой. Мен осылай керемет кухонный гарнитур жасап жатырмын, керемет осылай офисный мебель жасап жатырмын деп. Мен 300 мың доллар ақша бөлдім. Сонда өзім керемет сол кезде енді өндіріс дамытып ақша жетпей жатқан күннің өзінде 300 мың доллар тек қана сол продвижениеге. Соның арқасында бүкіл Қазақстанға сата бастадық. Енді бұны қалай есептейді? ROI тең болады. Пайда, мынау пайдасы минус жарнаманың шығыны. Жарнаманың шығыны 10 мың теңге. Бөлу 10 мың теңге. Жарнама шығынына. Көбейту 100-ге. Тең болады 80, болса 70 мың. 70 мыңды 10-ға бөлсек, 7-700-ге көбейтсек, 700. Пайдасы 70 мың ғой. Пайдасы 70 мың. 10 мың теңге ақша жарнамаға шығарды, ол 70 мың теңге болып қайтып келді. Солай ма? Пайдасы минус жарнама шығыны, бөлу жарнама шығыны, көбейту 100 тең болады ROI. ROI деген мынау міне. ROI деген мынау. Коэффициент ROI. Егер сен банкіге салып қойсаң, мына 10 мың теңгең инвестицияң, 10 мың теңгені банкіге салып қойсаң, бір жылда қанша болады? 12 мың теңге болады ары кеткенде де. 20% қоссаң 12 мың теңге болады. Ал мына 10 мың теңгені жарнамаға салып едің, 70 мың теңге болып қайтып келді. Саудагер, бизнесмендер қайдан ақшаны алады? Осыны еске сақтап алыңыздаршы. ROI тең болады пайда минус Ш бөлу ЖШ көбейту 100. Міне, осы формула бүкіл бизнестің жүрегі. Формула необычайно глубока в своей эффективности и области приложения, но в то же время ужасно проста и абсолютно логична. П минус ЖШ бөлу ЖШ көбейту 100. Және де бұны тек қана жазып қоймаңыздар, осыны істеңіздер. Жарнамаға салдың бизнесің, ол бензин, ол жердің астына салған дән. Дән ол өсіп шығады.